Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Маған өте көп пікірлер келген екен, бірақ пікірлердің барлығына жауап беріп үлгермей жатырмын. Сол себепті сіздерге қандай мәліметтер ұсына аламын, сол себепті осы видеоны түсірген болатынмын. Ал енді менің қолымда қандай кітаптар бар, сол кітаптардың тізімін сіздерге беретін боламын, және сонымен бірге WhatsApp номерімді қалдырамын. Егер тізімдегі бар кітаптар сізге қажет болатын болса, сол WhatsApp номеріне өтіп шежіре деп жазып, сол кітаптарды алсаңыз болады. Бірақ қазіргі таңда мен бұрынғыдай күнде шежіре зерттеп видео салуға мүмкіндігім болмай жатыр. Өйткені менің көшіп келген қалам бұған өте ыңғайсыз. Мен бұрын Түркістан қаласында, Шымкент қаласында, Балқашта немесе Алматы, Астаналарға барған кезде маған шежіре зерттеуге мүмкіндік бар болатын. Бірақ қазіргі таңда мен Қостанай облысы Жітіқара деген қалаға келдім. Бұл жерде тек қана мен кітапханадан Жағалбайлы шежіресін таба алдым. Ол кітапты осы жерге қалдырамын, қандай кітап қарап көрсеңіз болады. Ол кітаптың ішіндегі мәліметтердің барлығын мен алып, YouTube каналыма салып қойғанмын. Сол себепті YouTube каналыма өтіп, сол мәліметтерді қарап шықсаңыз болады. Сонымен бірге, менің қолымда бар мәліметтердің жартысын YouTube каналымнан көре аласыздар, және кейбір кітаптарда YouTube-қа салынбай қалған мәліметтер бар, ал енді оны сіз WhatsApp номеріме жазып алсаңыз болады. Қазір менде шежіре зерттеуге мүмкіндік болмағандықтан сіздерге тек қана қолымдағы бар мәліметтерді ұсына аламын, және қазіргі таңда тек қана арнайы сайттар немесе кітапхана сайттарынан алған мәліметтерді ғана ұсына аламын сіздерге. Бұрынғыдай кітапхана барып толыққанды толық шежірені зерттеуге мүмкіндік болмай жатыр. Негізінде менің каналымда сіздер Арғын ру шежіресін, Найман ру шежіресін, Қыпшақ, Тама және Кіші жүздің кейбір шежірелерін көре аласыздар. Ал енді қолымдағы бар мәліметтер Арғын ру, Арғын қанжығалы бар, Найман бура шежіресі бар, Жалайыр шежіресі бар. Әрине ол жерде мәлімет 100% деп айта алмаймын, бірақ сізге керекті құнды мәліметтерді таба аласыз деген үміттемін. Және Кіші жүздің шежіресі бар. Маған жазылған пікірлердің барлығын оқып жатырмын. Әрине өкінішке орай қазір толыққанды шежіре зерттей алмай жүргендіктен 100% сіздерге жауап бере алмай жатырмын, бірақ қолымдағы бар мәліметтерді ұсына аламын.